Қызылша қазіргі таңда өте жұқпалы инфекциялық ауру болып табылады. Сондықтан да біз сол эпидошақтарды болдырмас үшін және вспышка көбейіп кетпес үшін біз алдын алып екпелер жасап жатырмыз дәл қазіргі уақытта. Егер де екпеден бас тартқан уақытта бұл аурудың асқынуы өте өмірге қауіпті болып табылады. Сондықтан да екпе алуды барлығына дұрыс деп санаймыз. 20 жас пен 29 жас аралығындағы барлық тұрғындарды біз қазір жаппай егу үстіндеміз. Ол яғни мемлекеттік қызметкерлер болсын, әскери қызметтегілер болсын, бәріне жаппай екпе салудамыз. Яғни осы қызылша ауруын алдын алу мақсатында. Қызылша ауруыны негізі бұл инфекциялық ошағы көбінесе ауа тамшылы жол арқылы жұғады. Сондықтан ең бірінші өзінің жеке гигиенасы, одан кейін қызылша ауруымен ауыратын науқастармен контакт болмау керек. Яғни эпидошақты алшақтандыру болып табылады. Сонымен қатар ең басты сақтану жол бұл екпе деп ойлаймын. Себебі екпені біз бұрын екпе алған адамдар болсын, екпе алмаған адамдар болсын, барлығына профилактика ретінде екпе жүргізіп жатырмыз. Күні бүгінге дейін екпе алып ауырып қалған адам саны еш жерде тіркелген жоқ. Ондай жағдай әлі де болған жоқ. Егер керісінше екпе алмаған жағдайда оның асқынулары өте қауіпті, өмірге үлкен қауіп тууы мүмкін. Сондықтан да екпе алуға біз шақырамыз. Құрметті тұрғындар, мен сіздерді екпе алуға шақырамын. Оның ешқандай да зияны жоқ. Керісінше адам иммунитетін қалыптастыру үшін екпені кішкентай кезінен бастап алған дұрыс деп ойлаймыз. Сондықтан да ол екпеден қашып қорқудың ешқандай да керегі жоқ. Екпені алу үшін біз алдымен келген пациентті температурасын қараймыз, дене қызуын өлшеп, дене қызуы болмау керек, тамағын қараймыз, тамағында қызару, бөртпелер болмау керек, және де ОРВИ аурумен, жұқпалы инфекциялық аурулармен сол екпе салатын кезде ешқандай остаточный явление дейді, сондайлар болмау керек. Толық дені сау кезінде қабылдау керек екпені.